Саламатсыздар ма оқушылар? Отырамыз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын жақсы көңіл-күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Олай болса, сыныпта психологиялық ахуал қалыптастыру мақсатында бір-бірімізге мотивациялық тілектер айтып, жақсы көңіл-күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Сен бәрінен ақылдысың. Бүгінгі сабаққа саған шығып кеттім. Сен қолынан бәрі келеді. Тек алдыға бұл әркімнің жаңа мүмкіндіктері бар. Бүгінгі жетсең, бүгінгі қателігін ертең жетсең. Саған сәттілік тілеймін. Өзіне сенімді бол. Мен саған сәттілік тілеймін. Сабақта үстін қатасын деген адамын. Мен қолынан бәрі келеді. Саған сенемін. Осы сабаққа сәттілік тілеймін. Олай болса, барлықтарына бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасынан бастайық. Үйге қандай тапсырма берілді, қандай тақырып берілді өткен сабақта? Санау жүйелері. Санау жүйелері. Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру тақырыбын өткен болатынбыз. Олай болса, үй тапсырмасын бастайық. Бірінші сендерге үй тапсырмасын ортол программасы арқылы сұрағым келіп отыр. Яғни бұл жерде бірнеше сұрақтар беріледі. Соған жеке-жеке шығып жауап беретін боламыз. Бағалауды айтып өтейін. Сендерге жасанды интеллект көмегімен осындай стикерлер жасап бердім. Осы стикерлерді беру арқылы, яғни сендерді бағалайтын боламын. Так, бастайық. Бұл жерде сәйкестендіруіміз керек. Сандар 8 цифрдың көмегімен өрнектеледі. Бұл қай санау жүйесі? Келе ғой. 8-дік санау жүйесі. Дұрыс. Келесі. Цифрдың мәні оның орнына байланысты болады. Бұл позициялық санау жүйесі ма, или позициялық емес санау жүйесі ма? Позициялық санау жүйесі. Кел, Лаура. Дұрыс. Келесі. Нөл және бір цифрлармен өрнектеледі. Бұл қандай санау жүйесі? Келе ғой, Асқар. Дұрыс. Асқар. Так, келесі. Цифрдың мәні оның орнына байланысты емес. Бұл қай санау жүйесі? Келе ғой. Жібек келе ғой. Тез. Бұл бізде позициялық емес санау жүйесі. Дұрыс. Келесі. Цифр мен латын алфавитінің цифрларын ролін атқаратын алғашқы келе ғой. Ол бізде 10 цифр мен латын әріптері қолданылатын санау жүйесі. 16-лық санау жүйесі екен. Ары қарай. Үй тапсырмасын ары қарай жалғастырайық. Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру бойынша бірнеше мысал бердім. Осы мысалдарды тақтаға шығып орындайық. Бұл тапсырмада сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыруымыз керек.
Бірінші 25 саны берілген 10 санау жүйесінде, ол санды 2 санау жүйесіне ауыстыруымыз керек. Кім шығады? Нұрғаным. Мұнда 25 10 сан жүйесіне берілген, біз оны 2 санау жүйесіне ауыстыру үшін 25-ті 2-ге бөлеміз. Яғни біз оны 2-ге бөле отырып, осы қалдықтарын, яғни 1 немесе 1-ді санап отырмыз. Дұрыс. Енді біз осы шыққан қалдықтардың соңынан басына дейін жазып шығамыз. Дұрыс. Мына жерде бізде бір қалдық қалды, иә? Яғни біз бұны ұмытып кеттік. Сонда дұрыс отырады. Келесі. Нұрғаным, алабы. Келесі 64 санын 8-дік санау жүйесіне ауыстыруымыз керек. Шығады, Асқар. Келе ғой. Biz bu sayede 10 sanal jüyesi, 8 sanal jüyesine ауыстыратын боламыз. Сегізді бөлеміз. Бір, мына жерде 0 болады, иә? Сонда бізде жауабымыз 100 болады. Дұрыс. Молодец. Отыра ғой. Келесі 180 санын 16-лық санау жүйесіне ауыстыруымыз керек. Келе ғой. Кел. 180-ді 16-лық санау жүйесіне ауыстыруымыз керек. Яғни бұл жерде 16-ға бөліп отырамыз, иә? Бұл жерде бізде 16-лық санау жүйесінде 11 алатын әріпінің би әріпіне сол үшін мен жазамыз, одан кейін төрт жазамыз. Астына 16 деген индексті міндетті түрде жазуымыз керек, иә? Яғни бұл бізде 16-лық санау жүйесінде жазылған сан дегенді білдіреді. Так. Олай болса, балалар, үй тапсырмасы түсінікті болды ма? Үй тапсырмасы бойынша сұрағымыз бар ма? Барлығы түсінікті, иә? Жарайсыздар. Олай болса, бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Балалар, олай болса, бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымызға кіріспес бұрын жаңа тақырыпты ашып көрейік. Тақтада сендерге 3 түрлі ғалымдардың суреті берілген. Бұл ғалымдар не ойлап тапқан? Сол туралы айтайық. Және бұл 3 ғалымды қандай ортақ сөз байланыстырады деп ойлайсыңдар? Бірінші бізде Аристотель. Аристотель не ойлап тапқан? Алина? Аристотель бізден қамалды математиканың логикасының негізін қалаушысы. Дұрыс айтасың. Келесі Джордж Буль. Ислам. Джордж Буль ол яғни осы ағылшын математика логика ол осы компьютерлерде қолданатын ағылшын сөздерін ойлап тапқан, яғни я-н, немесе о және немес нот сияқты сөздер компьютерде қолданылған. Яғни логикалық функцияларды ойлап тапқан екен, иә? Дұрыс айтасың. Келесі Клод Шеннон. Бұл ғалым жібек. Клод Шеннон логикалық ақпаратты ойлап. Яғни логикалық ақпаратты ойлап тапқан екен. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, осы суретте берілген 3 ғалымды қандай сөз байланыстырады? Алина. Жалпы бұл жердегі 3 ғалымды логика деген сөз байланыстырады. Себебі Аристотель дегеніміз ол бізде формальды логиканың, математиканың логикасын шығарған, ал Джордж Буль ол бізде математикалық логиканы қарастырған, ал Клод Шеннон ол бізде инженерлік математиканың логикасын қарастырған. Яғни үшеуінің барлығын логика деген сөз байланыстырады. Отырамын, дұрыс айтасың. Бұлай болса, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз бұл бізде логикалық операцияларға арналады. Жаңа сабағымыздың тақырыбы логикалық операциялар, дизъюнкция, конъюнкция және инверсия ұғымдарымен танысатын боламыз. Сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болайық. Осы сабақта жететін оқу мақсаттары: логика
логикалық операцияларды қолдану, дезинция, конъюнкция, инверсия. Сабақ мақсаты логикалық функцияларды есепті шығару кезінде қолдану. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болсақ, келесі бүгінгі сабақта бағалау критерийлері болады. Яғни осы бағалау критерийлері бойынша мен сендерді бағалайтын боламын. Бірінші, пікірдің шынайылығын анықтайды, логикалық қосуды пайдаланады, логикалық көбейтуді пайдаланады және логикалық терістеуді пайдаланады. Яғни осы критерийлер бойынша бүгінгі жаңа сабақта сендерді бағалайтын боламын. Бүгінгі сабағымыздың құндылықты дамыту мақсаты, яғни сыныптастары мен үлкен адамдарға құрмет көрсету, ынтымақтастық, үлкен топтарда және жұптық жұмыс жасағанда академиялық адалдық, өз бетінше жұмыс істеу кезінде ашықтық, оқушылар сабақтың мақсаты мен міндеттерін өз жаңағы беттерінше анықтай алады. Яғни бұл біздің сабағымыздың құндылығы. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, жаңа тақырыпты жазайық. Логикалық операциялар. Бұл жерде логикалық операциялар ұғымында ең бірінші логика ұғымы қолданылады. Логика бұл бізде дұрыс ойлаудың заңдары мен ережелері туралы ғылым болып табылады. Яғни бұл жерде логика болғаннан кейін пікір қолданылады. Пікір дегеніміз бұл жалған немесе ақиқат мәндерді қабылдайды. Енді мысалы Қазақстан Республикасының астанасы ол Астана қаласы. Ол бізде ақиқат, яғни ақиқат тұжырым 2-ге 3-ті көбейтсек 6. Бұл нақты ақиқат тұжырым болып табылады. Келесі тау тегіс, яғни бұл жалған пікір. Одан кейін 2-ге 2-ні көбейтетін болсақ 5. Бұл дұрыс па? Дұрыс емес, яғни бұл жалған. Яғни пікір жалған және ақиқат мәндерді қабылдайды екен. Логикалық шамалар информатикада 0 жалған және 1 ақиқат деген мәндермен сипатталады. Логикалық операцияның 3 түрі бар. Ол бізде логикалық көбейту конъюнкция, логикалық қосу дезинция және логикалық теріске шығару инверсия деп аталады. Соның ішінде ең көп кездесетін операциялық функция бұл бізде конъюнкция, яғни логикалық көбейту. Бұл жерде 2 немесе одан да көп пікірді және жалғауының көмегімен байланыстырады. Бұл жерде 2 мән ақиқат болғанда ғана ақиқат болады, қалған жағдайлардың барлығында жалған мәнді қабылдайды. Енді логикалық көбейтудің белгіленуі бұл бізде көбінесе осы белгінің көмегімен, одан кейін звездочка, одан кейін амперсия, яғни көбейту белгісін білдіреді. Одан кейін және қызметші сөзі қолданылады. Сосын ағылшынша n деген қызметші сөз қолданылады. Яғни бұл белгілер логикалық көбейтудің белгілену түрі. Енді кестесіне келетін болсақ, А көбейтілген Б. Бұл жерде жаңа айтылды, не деп айтылды? Қандай жағдайда ақиқат болады? 2 пікірде ақиқат болғанда ғана ақиқат болады. Яғни 0 мен 0-ді көбейтетін болсақ 0, 0 мен 1-ді көбейтетін болсақ 0, 1 мен 0-ді көбейтетін болсақ 0, 1 мен 1-ді көбейтсек 1. Яғни тек қана бір жағдайда ақиқат болады екен. Есімізде сақтап аламыз. Келесі бізде логикалық дезинция. Яғни бұл бізде қосу, логикалық қосу 2 немесе одан да көп пікірді немесе жалғауының көмегімен біріктіреді. Бұл жерде 2 пікірде жалған болғанда ғана жалған болады, қалған жағдайлардың барлығында ақиқат пікірді білдіреді. Енді белгіленуі бұл бізде көбінесе белгілену түрі
жоғары қарай, иә, есімізде сақтап отырайық, көбейту төмен қарай берілсе, қосу бізде жоғары қарай беріледі. Одан кейін қосу, одан кейін бізде логикалық немесе деген сөз қолданылады. Немесе ағылшынша OR деген қызметші сөздер арқылы белгіленеді екен. Осы сөздерді көретін болса, яғни бұл бізде логикалық қосуды білдіреді. Келесі бұл бізде логикалық инверсия, яғни теріске шығару. Теріске шығару бұл емес жалғауының көмегімен белгіленеді. Бұл жерде теріске шығару, яғни ақиқат болса жалған болады, жалған болса ақиқат болады. Яғни теріске шығару деген. Бұның белгіленуі, мысалы А деген пікір берілетін болса, оның терістеуі былай белгіленеді. Одан кейін төбесінен бір сызық арқылы белгіленеді. Сосын леп белгісінің көмегімен белгіленсе, ол бізде логикалық теріске шығаруды білдіреді. Немесе емес. Сосын not деген қызметші сөздерде ол бізде терістеуді білдіреді. Түсінікті ма? Так, енді А пікірін терістейтін болса, 1 болады, мынау керісінше 0 болады. Түсінікті ма? Яғни бұл бізде логикалық теріске шығаруды білдіреді. Енді математикадағыдай бұл жерде бізде логикалық операторларды қолданған кезде, амалдарды қолданған кезде реттілік болады. Мысалы, математикада бірінші көбейту, бөлу орындалады деген сияқты, бұл жерде де бізде реттілік болады. Бірінші міндетті түрде жақша іші орындалады. Одан кейін инверсия бізде не еді? Логикалық теріске шығару орындалады. Одан кейін конъюнкция бұл бізде логикалық көбейту. Одан кейін ең соңынан дизъюнкция орындалады, яғни логикалық қосу орындалады. Так, бізде мынадай функция берілген, осы функцияның мәнін табу керек. Бірінші, мынау біздің басымдылыққа қарай отырып, мына функцияның мәнін табуымыз керек. Ол үшін бірінші не орындалады? Бірінші жақша іші орындалады. Ең бірінші 0 мен 0-ді не істейміз? Көбейтеміз. Мәні қандай болады? 0 болады. Одан кейін оны теріске сосын шығарамыз, иә? Пока көбейту. Одан кейін 1 мен не қандай келді? Қосу. Жоқ, 1 мен 1-ді қосатын болсақ, мәні 1 болады. Екеуін қосқан кезде, екеуі де ақиқат. Яғни мәні 1 болады. Ары қарай, мынау бізде қандай белгі? Көбейту. Мына жерде бізде 0 шықты. 0-ді теріс деген кезде бізде не шығады? 1 шығады. Ары қарай, 1 мен 1-ді көбейтетін болса, жауап 1. Яғни біздің мәніміз 1-ге тең. Түсінікті ма? Балалар, бірінші мысалды көрсеттім. Одан кейін логикалық амалдардың орындаудағы басымдылықтарды есімізде ұстай отырып, екінші мысалға тақтаға шығайық. Кім шығады тақтаға? Так, бізде Кирауашбек. Екінші мысалды тақтаға көрсетті. Айтып отырайық, иә? Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 0 мен 1-ді көбейткен кезде бізде 0 сан шығады. Иә, ары қарай. Инверсия, яғни осы 0 санын теріс санға айналдырамыз. Теріс дейміз. 1 сан шығады. Одан кейін 0 сан мен 1 санын қосамыз. Иә, өткен көбейтеміз, иә? Көбейтеміз. Бірінші көбейтеміз. Конъюнкция орындалады. Одан кейін барып, мынау бізде нені білдіреді? Қосу. 0 мен 1-ді қосқанда 1. Яғни жауап бізде 1.
Түсініктіме балалар? Келесі. Жаңа сабақ түсінікті болса, онда сендерге бірінші тапсырмалар. Жұптық тапсырма бірінші бізде, яғни қасымыздағы жұбымызбен бірге орындаймыз. Берілген тапсырманы орындау бойынша бұл жерде жоғарғы балл 4 балл болып есептеледі. Түсінікті ғой? Дәптерге орындаймыз. Жаңағы басымдылықтарды есімізде сақтай отырып орындаймыз. Бірінші жақшаның іші орындалады, екінші терісте орындалады, үшінші конъюнкция, төртінші дизъюнкция орындалады. Бала орындаймыз. Жұптық жұмыс, жұппен орындаймыз дәптерге. Бірінші орындаған жұпқа да 1 балл қосылады. Егер дұрыс болатын болса, тапсырма. Мен сіздерге тапсырмалардың дискрепторларын беремін, қарап танысып шықсаңдар болады. Яғни осы дискрепторлар арқылы сендерді бағалайды. Бұл жерде бірінші қадам, бірінші терістеуді орындап аласыңдар. Одан кейін барып жақшаның ішін, бірінші жақшаның ішін орындайсыңдар, одан кейін терістейсіңдер. Міне мына жерде егер барлығы теріс келетін болса, ол кезде мынау мән орындалады. Ал бұл жерде В-ны терістеп аласыңдар, С-ны терістеп аласыңдар, сосын А-ны терістеп аласыңдар. Бірінші. Бұл жерде А бізде 1-ге тең, В 1-ге тең, С 0-ге тең, я? Так, орындаймыз. Балар, орындаймыз. Жұппен орындаймыз. Бірінші қадам дейсіңдерді А, В, С-ны терістеп аласыңдар. Одан кейін жақшаның ішін орындайсыңдар. Ары қарай конъюнкция болса конъюнкция, дизъюнкция болса дизъюнкцияны орындаймыз. Бізде ең соңғы нәтиже не шықты? 0 шықты. Так. Бірінші терістеп алдық. Бір қате бар екен. Бізде жоғары балл 4 болған. Сендерде Так, түсінікті ма? Келесі. Оқушылар, кішкене ойымызды бөлу үшін сергіту сәтіне ауысайық. Олай болса, назарымызды экранға аударып, орнымыздан тұрайық. Оқушылар, келесі сергіп қалған болса, онда келесі тапсырмаға ауысайық. Бұл жерде жеке жұмыс, әр оқушыға жеке жұмыс жасайтын болады. Сендерге таратпа қағазын таратып беремін жеке-жеке, сол кестені толтыратын боламын. Яғни бұл жерде кейбіреуінде атауы берілген, кейбіреуінде жаңағы қолданылатын қызметші сөздер берілген. Өзіміз қалғандарын бос орынды тауып толтырып жазуымыз керек. Түсінікті ма? Бұл тапсырма бойынша да дискрепtor алдарында тұр, оқып танысып алсаңдар болады. Төбесіне аты жөнімізді жазамыз. Так, тақтаға. Ақсәуле, тақтаға орындаймыз. Біріншісін орындаймыз. Ақсәулеге қосымша 1 балл. Бірінші дизъюнкцияға. Жібек бар ма?
Так, кім орындады? Дұрыс, жарайсың. Жарайсың. Так, кім орындады? Үшіншісін. Балдарымызды қосып отырамыз. Яғни Ақсәулеге 4 балл. 1 балл бірінші орындаған үшін берілді, сонымен 4 балл. Соңғы үшіншісіне кім шығады? Мен армын. Келе ғой, Ислам. Тексертеміз. Жібек саған да. Жарайсың. Так, инверсия. Қосымша орындаған 3 оқушыға 1-1 балл қосам. Жарайсың. Қалғандарымыз? Так, жинаймыз. Уақыт аяқталды. Осы кесте бойынша бағалайтын болады. Енді, олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма қосымша? Жаңа сабақ бойынша қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Олай болса, бүгін сабағымызды қорытындылау мақсатында. Балалар, енді келесі бізде бекіту. Сабағымызды қорытындылаймыз, яғни сендерге жаңа тақырып бойынша бекіту сұрақтарын беретін боламын. Яғни бұл жерде Learning Out платформасында дайындалған. Осы жерге тақтаға шығып орындайтын боламыз. Бұл жерде тапсырма қажетті элементтерді сәйкес келетін өрістерге тілдердің көмегімен әкеліп, кестені толтырыңыз дейді. Так, бірінші конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Бірінші Асхат келе ғой. Операциялық атауы конъюнкцияның қалай аталады? Көбейту. Логикалық көбейту. Келесі, соңынан тексереміз. Операциялық белгіленуі. Ақиқат кестесі қандай болады? Ал логика байланса және болады. Келесі, дизъюнкция. Кім шығады? Дана келе ғой. Дизъюнкция. Операциялық атауы. Операциялық атауы. Қосу. Белгіленуі. Дұрыс. Ақиқат кестесі. Қатесін тапсақ болады, қате болатын болса. Келесі, логикалық байланысы немесе. Соңғы, инверсия. Инверсияға. Әдет кел. Қатесі болса қарап отырамыз, қалған оқушылар. Қатесін шығарған үшін 1 балл. Бірінші бітірейік. Инверсия, теріске шығару, операциялық белгісі емес дейді, и ақиқат кестесі. Так, қатесі бар ма? Қатесі кім шығарады? Кім? Тақтаға шық, дұрыстар. Екеуінің орны ауысқан дейсіздер. Дұрыс па? Тексерейік. Жарайсыздар, тапсырманы барлығы дұрыс дейді. Бұл тапсырмаға шыққан бізге Данаға 1 балл, Әділетке 1 балл, Асхатқа берілмейді қателескен үшін, и Нұрисламға 1 балл. Олай болса, балалар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымызға кері байлаймыз.
сендерді күтемін. Так, барлығымыз тақтаға назар аударайық. Так, балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша сендерден кері байланыс күтемін. Яғни бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, бәрі түсінікті батырмасын басамыз. Егер қандай да бір түсінбеген жерлерің болса, сұрақтарың болса, сұрағым бар деген батырманы басамыз. Егер сабақ мүлдем түсініксіз болса, онда қиналдым деген батырманы басайық. Біртіндеп келіп, тез тақтаға шығып, белгі қойсаңдар. Тез, бірімізден біріміз тез. Келесі. Çayır. Яғни бүгінгі сабақ барлығымызға түсінікті болды деп ойлаймын. Бұлай болса, бүгінгі сабаққа қатысқан барлық оқушыларға үлкен рахмет. Күндеріңізді ашып, үй тапсырмасын жазып алайық. Күндеріңізді ашып, үй тапсырмасын жазып алайық. Бұл тапсырманы үйден орындап келеміз. Енді балалар өздерінің қолдарындағы стикерлеріңді және дәптердегі балдарыңды қосып, маған бағаларыңды айтыңдар. Одан кейін, мынау жеке жұмыс бойынша да сендердің жұмыстарыңды тексеріп, бұл балды да қосатын боламын. Түсінікті ғой? Так, кімде қанша бал? Жібек 8 бал, 8 бал, 7 бал, 7 бал, Дана 8 бал, Ислам 8 бал. 8. Так, Адет қанша сенде? 7 6 бал. Асхат сенде қанша? 8 бал. 8 бал. Сенде? 7 бал. 7 бал. Так, осы бағаларыңа, мына жердегі жұмыстарыңа қарап, бал қосатын боламын. Түсінікті ма? Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа үлкен рахмет. Сау болыңдар. Sağ olun.